Түсіндіңіз бе? Адамдардың өзгеретін себебі сол. Мінез құлқының тұрғақсыз болатындығы сол. Мәселен, бір бейшара кедей адамның жүргенін көресіз. Бейшара ол. Мал бітіп, дәулет бітіп, жағдайы күшейсе, не істейді? Көтере алмайды. Мәселен, Москвич мініп жүрген адамы, Мерседес мініп жүрген адамның арасында точно айырмашылық бар. Түсіндіңіз бе? Мәселен, кеше ғана жаман көлік айдап, бүгін жақсы көлікке отырған кісі сөз көтере алмайды. Алдынан біреу көсіп өтсе, оған шыдамайды. Оны алдын барып кеседі оны. Көрсетемін мен саған. Түсінікті ме? Негізінде. Екеуі де темір емес пе? Москвич те, Мерседес те. Ішінде құтырып жүрген сен ана креслода отырған. О бейшараларды екеуі мына стоянкаға тығып қойсаң, екеуі тұра береді сол жерде. Сол жерде тұрып шірейді екеуі. Еш қатысы жоқ. Сен ішіне кіріп жүріп, өзгеріп жүрген. Сен. Негізінде табиғатында өзгермеу керек. Егер адам сол табиғи қалпын сақтап қалса, дұрыс болады негізінде. Біз табиғи қалпымызды сақтап қалмағандықтан бұзыламыз. Мәселен, айуаннан төмен деңгейге түсе білеміз. Арақты ит ішпейді, ит ішпейді, ит. Адамдар ішеді, себеп ақылды. Жануарлар, хайуандар баласын тастамайды, адамдар тастайды, себеп ақылды. Ақылды себеп. Ақылдылықта емес себеп. Егер сен әлгі өзінің табиғи қалпыңды, мінез құлқыңды сақтай алмасаң, сен айуандық деңгейге түсе білесің. Проблема сода. Бойыңдағы мінез құлықты кемелдендіріп, керемет деңгейге жеткізсең, сен періштенің деңгейіне жете аласың. Сондай, екі жақты. Я былай құлдилап кетесіз, я болмаса былай қарай, жоғары қарай кетесіз. Біздің тақырыбымызды айттық, адам жылдан бұзылады деп айттық. Соны бұзбау үшін екі нәрсе бар. Біреуі күнделікті өзіңіздің Құдайдан қорқып, өзіңіздің табиғи қалпыңызды жоғалтпауыңыз. Бірақ бұл не керек? Күніге болған жаттығу керек. Мәселен, сол үшін кейбіреулер аузына тас салып жүреді. Неге? Артық ешнәрсе айтып қоймайын деп. Мен бір досым болатын, сөйлемей отырады. Неге сөйлемейсің десе? Сөйлейтін нәрсе таба алмай отырмын. Сөйлейтін жақсы нәрсе таба алмай отырмын. Сөйлейтін жақсы нәрсе таба алмай отырмын. Бізде керісінше, өзінің қатынға сөзің өтпейді, онымен шаруаң жоқ. Өз балаңа сөзің өтпейді, онымен шаруаң жоқ. Премьер-министрді жөндемекшісің сен. Солай. Қазақ не дейді? Әлім білмеген әлек.